Сәлем достар. Жаздың бір күні, қыстың мың күні демекші, қысқа дайындық, компот жауып жатырмыз. Осындай компоттардың рецебін айта кетпекшімін. Видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен банкымызды жабар кезде тазалық сақтауымыз керек. Тазалық болғанда банкамыз, крышкамыз, барлық нәрсеміз тазалық жуып тазалап алуымыз керек болады. Жеміс жидектерімізді барлығын. Осылай банкаларымызды жуып, күннің астына төңкеріп қоятын боламыз. Енді кезекте үлкен көлемді ыдысымызға суымызды құйып, жақсылап қайнататын боламыз. Ендігі кезекте суымыз қайнағанша компотымыздың ішіне салатын салмамызды дайындайтын боламыз. Барлық салатын жеміс жидектерімізді жақсылап 2-3 рет шайып жуып алатын боламыз. Және ішіне салатын салмаларыңыз өздеріңізге байланысты. Қандай салсаңыздар да таза болу керек. Сонымен қатар банкаларымыздың бәрін ішіне салмаларын салып шығамыз. Қанша мөлшерде, қанша ұштықтан салу керек екен, тоже өздеріңіз білесіздер. Салмасын көп салудың қажеті жоқ болады, өйткені ішінде компот болғаннан кейін сусыны көбірек болу керек, дәмі шығу керек. Сол үшін аз-аздан салсаңыздар болады. Барлық банкіге өздеріңіз қалауыңыз бойынша салып шығатын боласыздар. Ал менің компотымда мен өзім 4 түрлі жеміс жидек салдым. Оның ішінде атап өтетін болсақ, алма, өрік, слива және шие салдым. 4-еуі де дәмдер шығып, керемет болып шығады. Және шиені саламын, өйткені шиенің дәмінде керемет, и түсі де әдемі болып шығады, қызғыштау болып. Өздеріңіз білесіздер, өрік пен шие салып та жасасаңыздар болады, или болмасам алмамен шие салсаңыздар да болады. Или 4 түрлі қылсаңыз, 3 түрлі қылсаңыздар да болады, әр түрлі қылсаңыздар да болады, өздеріңіздің қалауларыңызға байланысты. Мінекей компоттарымыздың барлығына жеміс жидектерімізді бірдей етіп бөліп салып шықтым. Ендігі кезекте қант салатын боламын. Мен бұл жерде 3 литрлік банка алғандықтан 3 литрға 300 грамм қант салатын боламыз. Ал 2 литрлік алсаңыз, 2 литрға 200 грамм қант саласыздар. Мінекей банкаларымыздың бәріне қантымызды, жемісімізді бәрін салып қойдық. Енді кезекте банкымыздың крышкасын, жабатын крышкаларымызды бір рет суға қайнатып аламыз. Және де қараңыздар, суымыз қайнап дайын болып тұр. Енді кезекте осы банкаларымыздың үстіне осы қайнаған суларды құйып шығатын боламыз. Қайнап тұрған суымызды құйған кезде ең алдымен аз-аздан банкымыздың түбіне құйып шығамыз, одан кейін барып толтыратын боламыз. Бір дестен толтырып болсаңыз, банкымыз жарылып кетуі мүмкін. Барлық банкімізге осылай қайнаған суымызды құйып шығатын боламыз. Видеодағыдай барлығын толтырып шығамыз. Толтырған сайын бетіне крышкамызды жауып тұрамыз. Ендігі кезекте банкымызды сыртынан стерилдейміз. Ол үшін бізге үлкен ыдысқа су құйып, мұздай су құйып, сол ыдысымыздың ішіне мата төсейтін боламыз. Мата төсеп, банкілерімізді қойып, ішіне қойып қайнатамыз. Қайнап шығу керек. Осы видеодағыдай қараңыздар, осылай орналастырып шығамыз, және крышкасын үстіне матамен жауып қоямыз. Крышкасы ашылып кетпеу керек. Және 10 минуттай қайнатамыз. Сол кезде ішіндегі барлық стерилденеді. Банкымыз ашылып кетпейді, ашып кетпейтін болады.
Мінекей банкіміз 10 минут қайнап шықты. Абайлап күйіп қалмай, банкімізді алып, бетін жабатын боламыз, банкімізді бұрайтын боламыз. Келесі кезекте жаңа қайнаған судың үстіне қоя салмайсыздар, ыстық суға қоймайсыздар. Ол жерде ыстық суды алып, мұздай сумен араластырып, жылытып, сосын барып келесі банкілерді қойып, тағы да 10 минут қайнатып аласыздар. Мінекей банкімізді сыртынан стерильдеп алдық. Енді крышкасын жауып, бұрап шығатын боламыз. Жақсылап бұрап, жауып болғаннан кейін банкаларымыздың бәрін 1 суткаға төңкеріп қоямыз. Және үстін одеяломен жауып қоямыз да, 1 суткадан кейін уже алып, орын-орнына жайғастырсаңыздар болады. Мінекей банкамыз 1 сутка тұрды. Қараңыздар, түсі де керемет болып шығып жатыр, қызғыштау болып. Бұдан да қызғыш болып шығатын болады. Осылай төңкеріп тұрған банкаларымызды оң қаратып, жайғастырып қоятын боламыз. Мінекей банкаларымыз керемет болды. Бұл жерде мен 4 компонентпен жасадым, және мына жерде мохитода жасадым. Өрік, жалбыз және лимон қосып. Бұл да керемет болып шығады. Осылай әртүрлі жеміс-жидек салып, банка жабыңыздар, компот жабыңыздар. Қыстың күні рахаттанып ішетін боласыздар. Табиғи компот. Видеом ұнап жатса лайк басып, каналыма тіркеліп алыңыздар.